Армысыздар қымбатты достар, қымбатты жиылған қауым, менің сүйікті оқырмандарым. Баршаларыңызбен өте бір үлкен қуанышты жаңалығыммен бөліскім келіп отыр, сүйінші сұрағым келіп отыр. Мақсат ұлдарыңыз Нұр Сұлтан қаласына Мақсатпен атты баспанаға байланысты бағыт бағдар беретін мекеме ашты. Енді дәл сол мекеме қандай бағыт бағдары береді, қандай кеңес беретін жөнінде қазір сіздерге түсіндіре кетемін. Баршаларыңыз мақсатпен мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспіз. Мінекей 7 бағытты жазып қойдық, әрқайсысына қазір бөлек-бөлек тоқтала кететін боламыз. Ең біріншісі, барша бағдарламалар бойынша нақты кеңес, яғни Қазақстан Республикасы бойынша баспана мәселесіне байланысты кез келген бағдарламаға біз сіздерге нақты кеңес беретін боламыз. Яғни сіз бізге келдіңіз, бізден кеңес алдыңыз. Яғни нақты өзіңіз ғана сұрап келген мәселеге емес, жалпы сізге ыңғайлы, қолайлы, қажетті және үнемді бағытын ұсынатын боламыз. Екіншісі, құрылыс нысандарын жалпы тұрғын үй құжаттарын тексеру. Достар, үлкен өтініш, осы мәселеде абай болыңыздаршы. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қаншама дольщик мәселелері алданып кетуде. Кез келген құрылыс компаниясының құжаттарын тексеріп береміз. Яғни заңды ма, жері заңды ма, нысан заңды ма, яғни сенуге бола ма, сіздермен жасасқан шарттың қаншалықты заңды күші бар, осы мәселенің бәрін қарап береміз. Қажет десеңіздер, жалпы первичка болсын, вторичка болсын, өздеріңіз сатып алып отқан кез келген нысанның, баспананың, пәтердің, жер үйдің құжаттарын тексеріп, сіздерге заңды емес қырларын толыққанды түйіп айтып өтетін боламыз. Үшіншісі, төлем қабілеттілігін тексеру. Яғни кез келген өзіне баспана алғысы келетін адам ипотека рәсімдеу арқылы өзінің төлем қабілеттілігі жеткілікті немесе жеткіліксіз екенін толыққанды біліп отыру қажет. Дәл осы мәселені сіздер банкке бармай мақсатпен мекемесіне келіп толыққанды санатып алсаңыздар болады. Яғни дәл қазіргі сәтке төлем қабілеттіліктеріңіз жеткілікті ме? Болашақта төлем қабілеттіліктеріңіз жеткілікті болу үшін не істеу керек? Несиелік тарихпен қалай жұмыс жасайды? Тағы да басқа дегендей осы мәселе бойынша бізге келсеңіздер болады. Төртіншісі, құрылыс нысандарын, тұрғын үй жайларын жарнамалау. Құрылыс нысандарын деген әрине ол құрылыс компаниясының басшыларына, яғни егер де сіз тағы да ескере кетемін, үлкен өтініш. Мен бағана айта кеттім ғой, кез келген құрылыс нысандарының, яғни заңды емес соғылып отқанын біз бәрін тексеріп біле аламыз. Сондықтан үлкен өтініш, ресми құжаттары жоқ, құрылыс нысандары, құрылыс компаниялары үлкен өтініш бізге хабарласпай-ақ қойыңыздар. Сіздер білесіздер, біз бұл салада өте ұзақ жүрміз. Мен YouTube каналын көріп отырсаңыздар, мен барып обзор жасаймын, құжаттарын тексеремін, тағы да басқа. Сондықтан өз-өзін нақты көрсете білмеген, яғни қай салада заңды құжаттармен біз құрылыс нысандарын түсірмейміз. Қосымша, егер де сіз өзіңіздің баспанаңызды сатып жүрсеңіз, яғни нарықтан, вторичкадан, онда біз сіздің баспанаңызды барып видеоға түсіріп, осы YouTube каналға жарнамалап беруге даярмыз. Әрмен қарай, бірыңғай жинақтау зейнетақы қорына ақшаны кез келген мақсатқа аударып беру. Өте оңай, easy достар, өте оңай. Кез келген мақсатқа ақшаны аударып береміз, кез келген мәселен қалай болатынын түсіндіріп береміз, жасап береміз. Жалпы былайша айтқан кезде ЕМПФ, БЖЗК мәселесіне қатысты кез келген вопрос шашамыз. Жарайды ма? Келістік. Және де ескере кететін жайт, бұл мәселе кезексіз қабылданады. Кез келген кезде мен көмекшіме жазып, ЕМПФ мәселесі, БЖЗК мәселесі, аударып беріңіз, частичка жасап беріңіз, неғып аударып беріңіз. Жалпы осы мәселе бойынша жаза берсеңіздер болады. Тек қана бізге ЕЦП және де өзіңізге қажетті бағанағыдай мәселесіне байланысты қажетті құжаттарды берсеңіз болғаны. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша даярлау, мен бұл мәселені шашамын. Шашқанда әшейін шашып жіберемін. Себебі бір Құдайдың арқасында, бір Алланың қолдауымен бүгінгі таңда Нұр Сұлтан қаласының өзінде мен мемлекеттік бағдарламалар бойынша 2000-нан астам адам даярлап тастадым. Қажет десеңіздер, мысалы сіз қазір көп баланасыз ба, тағы да бір 12 категория бар ғой жалпы кіретін. Соның қайсы біріне кіретін болсаңыз, пенсионкаңыз жоқ. Мысалға да, енді өзіңіз жұмысқа кірейін деп отырсыз, төлем қабілеттілігін қалай растаймын, қалай асып кетпеу керек, кім созойымшік болады, қайдан алсам болады, тағы да басқа. Шашамыз осы мәселені достар. Шашып майын шығарып жереміз. Қажет десеңіздер, бәрі келіп тұрса, мемлекеттік кезекке тұра сала, бір күннің ішінде егер конкурс болып отса, баспана алып беруге болады. Қазақстан бойынша сопровождение қызметі, нарықтық бағдарламалар, мемлекеттік бағдарламалар бойынша бізде толық сопровождение қызметі бар. Бірақ бір ескере кететін жайт, сопровождение қызметі нарықтық бағаға қарағанда анағұрлым арзан болғандықтан біз сіздермен бірге банктерге барып жүрмейміз.
Құжаттарыңызды толыққанды дайындап береміз. Яғни сіз одобрение алу үшін бәрін дайындап банкқа жібереміз. Банктың менеджеріне отырасыздар, даже қажет десеңіздер өзімізді менеджерге отырғызамыз. Ондай деген мәселе жоқ. Себебі біз бұл салада, яғни мысалға да осы компанияның басшысы ретінде мен 10 жыл банктық салада өзім еңбек өтілім бар. Соны 7 жылын несиелендіру бөлімдерін басқарып келгенмен, соңғы 2 жыл кураторлық қызметте болдым. Сондықтан егер де біз сіздердің құжаттарыңызды дайындап айналысы болды, банкқа барыңыз, сізге міндетті түрде қазір одобрение болады десек, Құдай қаласа міндетті түрде сіздер өздеріңіздің одобрениелеріңізді алатын боласыздар. Сондықтан сол достар, жалпы мақсатпен бірге болыңыздар. Мінекей осы 7 қызмет бойынша біз сіздерге 7 бағыт бойынша қызмет көрсетеміз. Міндетті түрде көптеген қазақстандықтарға мақсатпен мекемесінің пайдасы тиеріне сендіміз. Әр қазақстандық баспаналы болсын. Үлкен өтініш, менің YouTube каналыма подписаться басып, барша өзіңіз тарайтын жандарға таратып қойсаңыздар, мақсатпен мақсатқа.